Баршаларыңызга кайырлы күн. Бүгүн сиздермен той жыйындарда хит болгон өтө дәмді, барлығына ұнайтын керемет салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңуна дейін көрүүнү унутпаңыздар. Ең алдымен бизге сууда пискен ет кажет. Етимизди осылай видеода көрсөтүлгөн етип туурап аласыздар. Енді бізге қияр қажет. Осылай бөліп, 4 бөлшекке бөліп аласыздар. Қатты ірі қылудың қажеті жоқ. Өте әдемі көрінеді және жегенге де ыңғайлы. Кез келген болгар бұрышын қолданасыздар. Қызыл, сары. Және де бізге помидор қажет. Помидорымызды осылай турап аламыз. Бізге сәбіз қажет. Менде майда терка болып қалды. Сіздер үлкенінен өткізіңіздер, сонда өте әдемі көрінеді. Барлығын осылай дайындап алдық. Бір ыдысқа салып, енді үстінен сәбіз салатын боламыз. Бізге бір штук чеснок қажет. Чесногымызды теркадан өткізіп қосатын боламыз. Өте дәмді береді. Енді қызыл бұрышымызды қосамыз, және де салатқа арналған приправа. 2 ас қасық соевый соус қосасыздар. Ыстық сұйық майымызды құйып, барлығын толықтай араластыратын боламыз. Өте оңай дайындалады, дәмі керемет. Холодильникке 1 сағатқа салып қойсаңыздар, барлық дәмдеуіштері сіңіп, өте дәмді салат шығады. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Бетіне укроп және де кунжут сепсеңіздер өте әдемі шығады. Баршаңызға ас болсын.